Сәлемдар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен екі жұмыртқадан чак-чак және хворост дайындауды көрсетемін. Ең бірінші ыдысымызды алып, екі жұмыртқа саламыз. Оған шым-шым тұз, 1 шай қасық разрыхитель, барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды кішкене ғана осылай басында қасықпен қозғап алып, одан кейін кішкене қолға жабысып жатса да илеп аламыз. Өйткені ұн көп болып кетпеу керек, қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ болуы тиіс. Осындай кішкентай ғана қамыр шығады. Қамырды целлофанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, жаямыз. Қамыр өте жұмсақ, жаюға да өте ыңғайлы болып шығады. Ұн сеуіп, жақсылап жайып шығамыз. Егер чак-чак сізде қытырлақ, жіңішке болған қаласаңыз, қамырды жіңішке етіп, яғни жұқа етіп жаясыз. Мен орташа етіп жайып алдым. Өйткені чак-чактың кішкене қалыңдау болғаны өзімізге ұнайды. Осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Тура 5 бармақтың қамыры ұқсап кескендей боламыз. Сосын видеодағыдай кішкентай осындай 4 бұрыш бөліктерге бөліп аламыз. Ал мен 6 ұзын қамырды хворостқа алып қалдым. Қызып тұрған майда, орташа отта осылай пісіріп аламыз. Өте тез піседі, 3-4 минутта пісіп шығады. Оны алып, одан кейін осындай шанышқы сияқты затты аласыздар да, видеодағыдай кішкене осылай айналдыра отырып пісіріп аласыздар. Май біздің қамырға тиюі керек. Ең басында сізде дұрыс шықпауы мүмкін, бірақ бір істеген соң оңай болады. Бұл да өте тез піседі. Мінекей, чак-чак және хворост дайын болды. Хворостың үстіне сахарная пудраны септім, ал чак-чакқа сгущенканы салып, араластырып алдым. Үстіне макты сеуіп, дастарханға ұсындым. Мінекей, осылай пісірсеңіздер болады. Шағын дастарханға арналған рецепт. Ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіздер.